сәлем достар, қазақша каналды қолдап подписация басып қойыңыздар. Қалада шалы момынның жылын өткізген соң Сақыш қызының шақыруымен қалаға көшіп келген. Қайынсіңлісі Жамал мен қайнысының үлкен ұлы келіншегімен көшірісіп бірге келіп, 2-3 күн аунап-қунап ауылға қайтқан. Көшіп деген не? Өзінің киім-кешегімен төсек-орны, кілем сырмақтарын буып-түйіп пойызбен ала келген. Жылдар бойы момын екеуінің жинаған дүние-мүлкін, үй-жайы, қора-қопсысын, азын-аулақ малымен кіші қайнысының баласына тастап жүре берді. Сырмақ дегеннен шығады-ау. Сіңілім жаңадан үй алып жатыр, құр қол барғаным болмас. Жеңеше, мына сырмақты ала барайын деп, қайынсіңлісі бөренедей ораулы ақ сырмақты үйінен көтеріп шықты. Сақыштың көзіне қошқар мүйіз оюлы ақ сырмақ оттай басылды. Сақыш мен момын отау шыққанда ата-енесі бұларға кенже қыздарын Жамалды еншіге беріп еді. Әрі оқуын жалғастырсын деді. Былтыр Рамағайындарының үйінде жатып 6 класс тәмамдаған. Ауылдың мектебі 5-ақ кластық. Одан жоғары білім беретін мұғалім жоқ. Сондықтан ауыл балалары оқуын аудан орталығында жалғастырады. Жамал биыл 7 класста оқиды. Оқу үздігі, істіге білетін шебер. Жеңгесі екеуі отырып небір әдемі құрақ құрайды. Сөзге де ұста, ашық жарқын ерке. Мұрынның келтелігін кіші ағасы тілге тиек етіп, пұшық деп мұқататыны болмаса, басқаларға еш дес бермейтін асау қыз. Бидайдың баратын жері диірмен демекші, бойжеткен қыздың аға жеңгесі қанша бақылауға алса да, еркін жүріп тұруға тыйым салса да, бір күні Жамал бұлардан жер қаптырып кетті. 7 класты бітірген соң, соңғы 8 классқа, ол кезде оқу 8 жылдық болатын, барамын деп дайындалып жүрген. Күз айы еді. Бір күні кеште жеңгесі Сақышқа бар сырын паш етті. Осындай, ертең кетем. Құрбыларымның бәрі бір-бір үйге ие болып отыр. Мен де біреудің жалғыз ұлының етегінен ұстадым. Әкесі шахтада жұмыс істейді екен. Сабыр қалада институтта оқиды. Жол болса ертең түсте кетеміз қалаға, деді Жамал. Жеңгесі мен қайынсіңлісі түнімен сыбырласып, жылап-сықтап, мауқын басып, таңертең түк болмағандай тұрды. Қайынсіңлісінің мінез-құлқын білетін Сақыш оның таңдауының жаман болмайтынына сенімдеді. Іштей бақыт тіледі. Жамал кеткеннен кейінгі ата-ене қайындары тарапынан болатын сойқанды сезсе де тәуекел деді. Ертеңіне түске таман Жамал барын киініп, дүкенге барып дәптер қалам алып келем деген сылтаумен үйден шығып кетті. Оның қайда кетерін білетін Сақыш үйде байыз тауып отыра алмай, үйде тұз бітіп қапты деп сөмкесін салақтатып оның артынан бұта кетті. Екеуің де алдаған адамы момын. Ой, сол күнгі жаңбырдың сіркіреген-ай. Жынды кісіше дүкеннің алдында малмандай су болып Сақыш тұр. Екі көзі Сабырдың немере ағасының үйінің жанындағы пар ат жегілген пәуескеде. Бір кезде үйден дабыр-дұбыр әйел-еркегі аралас бір топ шуылдасып шықты да, Жамал мен Сабырды беттерінен сүйіп, пәуескеге отырғызып, атқосшы үшеуін шығарып салып, дуылдасып қайыра үйлеріне кірді. Көзінің жасын жаңбырмен шайып, соңдарынан бақытты болыңдар деп тілегін айтып, Сақыш та үйіне аяңдады. Алынған тұзда жоқ, көңілі қамығып сырлас, мұңдас серіктес болған қайынсіңлісін қимай үйге келді. Әңгіменің көкесі келесі күні болды емес пе? Момын діні жуас жан ғой. Ата-енесі де аса қатты сөз айтқан жоқ. Тек қос қайынсы жеңгелерінің екі аяғын бір етікке тықты. Сақыш та көрмедім білмедімнен жаңылмады. Бірақ үй артында ұры жоқ деме. Жамал кеткенде Сақыштың дүкен алдында тұрған көрген көз бар екен сол. Қарындастарының қайда кеткенін жеңгелерің Сақыштан сұрамайсыңдар ма депті. Содан Сақыш қайындарының тергеуіне түсті. Қайындары сөзбен төпеп жатыр. Сөз сүйектен өтеді емес пе? Небір ғайбаттар айтылды. Сақыш бәріне де төтеп берді. Бірақ үлкен үй мен отау үйдің ортасына сат түсті. Біраз уақыт дүрдәраз боп жүрді.
Жат жұртқа кеткен Жамалдың қайын жұрты келіндерінің әке-шешесіне мол ырыммен аяққа жығыла келді. Бірақ Сақыш пен Момын сырт қалды. Құйрық бауыр жескен қыз ағаларының да көңілі орнына түсіп, дауыл басылды. Енді қыздың артынан жүгін апару керек. Ол кезде қазіргідей дүкеннен сатып ала салатын дүние жоқ. Соғыстың жаңадан аяқталып, ел еңсесінің енді көтерілген кезі. Келіндердің артынан келген дүниелерден туған-туысқандардың қолында бар тәуір заттардан құрастырып қыздың жүгін беретін. Сондай салық Момынның үйіне де түсті. Сақыштың шешесі бәтші он саусағынан өнер тамған ісмер шебер кісі еді. Сырмақ сыру, алаша тоқу, текеметті оюлап әшекейлеуден алдына жан салмайтын. Сақыштың артынан қошқар мүйіз өрнекпен оюланған әдемі ақ сырмақ кебеді. Енесі соны сұратыпты. Қайын сіңлісінің күйеуге кеткеніне жазықты боп, өзін сүтке тиген мысықтай қылған қайындарына деген ашуы әлі басылмаған Сақыш, менің өзім де жаман да сырмағым жақсы екен ғой. Беруге жоқ, алуға келгенде жап ете түседі. Анада құдалар келгенде де шақырусыз қалдық. Бізді неге бұлай қорлайды? Сырмақ жоқ, бермеймін деп атын ерін бауырына алып тулады. Оңайшылықпен ашу шақыра қоймайтын ері Момын, қайтесің? Ақмақтардың ақмақтығын кешіре сал. Өзіңнің меншілесің еді ғой, деп басу айтқан соң көнген. Ақ сырмағын алып ата-енесімен бірге өзі де қайын сіңлісінің артынан барған. Темір жолды, от арбаны, қала дегенді сонда алғаш көрген еді. Осыдан 20 жыл бұрынғы оқиға есіне түсіп, жеңіл бір күрсініп алды да, мейлі өзің біл деді қайын сіңлісіне. Бесі құсап тербеткен пойыз купесіндегілер әлдеқашан қалың ұйқыға кеткен. Сақыш қана көз іліндіре алар емес. Бұл шешім дұрыс па бұрыс па деп ойлап, жауабын өткен күндерден іздейді. Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды деген рас-ау. Ошақ басқаның оты басқа. Момын қайтыс болған жылы бұның үйіне мезгілмен отын су түсірілмей көп қиналды. Әсіресе шалының астына соям деген жылқыны қолда ұстаудың қиындығын айтсаңызшы. Үйде ер азаматтың жоқтығын білсе ұры-қарды қоймас еді. Әйтеуір жанына серік болып, өзінен басқаны үй маңына жуытпай үріп, қағілез неміс овчаркасы жолбарыстың арқасында әрі өзінің ықтияттылығымен шалының жылына жеткізді-ау. Азаматы барлар жұмыс орындарынан бір өз беттерінше ебін тауып екі малдың шөбін үйтіп-бүйтіп қамдап алады. Ал бұған берілетін ауылдық кеңестің бір машина шөбі, қолындағы бір-екі сиыры мен 3-4 қой, мына жылқысын қайдан жетсін? Өткен қыс қатты қиналды. Оның үстіне аяғы қатты ауырып, бір тізесін бүге алмаған соң сиырды сауа алмай жүрді. Сүтсіз шай ішу өзіне де, әсіресе кішкене жиеніне қиындау болды. Қойшы әйтеуір қыстың қиындығын жеңіп, көктемге іліккен соң-ақ шалының жылын өткізді. Бордақылаған жылқысы семіз шықты. Ағайын туыстары бұның еңбегін бағалап рахметін айтып жатты. Шалының аруағы алдындағы парызын өтеген күйі иығынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Жадырап жаз келгенмен Сақыштың ойынан қыс қамы еш кетпеді. Ерте бастан отын суын қамдаса тағы да қиналарын біледі. Сенері өзі ғана, қайтсін енді. Талай бастықтың табалдырығын тоздырды. Шалының істеген жеріне барды. Көз көрген құрдастары, бірге қызметтес болған інілері жылы сөзбен шығарып салады. Бірақ нәтиже жоқ. Сонда да үмітсіз шайтан пара береді. Сөйтіп жүргенде қоңыр күз келеді. Соңынан ысқырып, ызғарлы қыстың басы қылтияды. Тірі адам тіршілік қылады. Өз бетінше қам-қарекет жасап жүргенде қаладан қызы келе қалмасы бар ма? Орталықтан 3 бөлмелі үй алыпты. Күйеу үшін кең сарайдай көрінеді. Бұл жақта қиналып жүргенше қолымызға келмейсің бе? Үйде тарлық көрмейсің, бірге тұрайық дейді. Бұл өз сөзің бе, әлде күйеу бала екеуің ақылдасып шешімдерің бе дейді сенбей. Екеуміздің шешіміміз дейді қызы. Сонда да көңілі сенбейді.
осы жасқа келгенше өзі би өзі хан боп келген адамға біреуге барып кіріптар болу қалай болар екен? олардан болмаса да өзінен шек әңгіме шығып келіспей қалса ше, күдіктенеді. Қыз қиындығы отын-су, шөп-жем, аяғының ауырғанын таразының бір басына, жылы үй, дайын тамақ, жан тыныштығы таразының екінші басына салып көрсе, соңғысы басымдау. Түн баласы көзілмей ойланады, қабырғасымен кеңеседі, әрі дөңбекшиді, бері дөңбекшиді, таңды көзімен атырады. Ақыл қосар үлкендерден өзінің бірге туған апасы қайыркен шалының асына келгенде момынның түтін түтетіп отыр, өлмейсің деген. Бұл мұңын шаға бастағанда-ақ оның пікірі белгілі. Қайынсіңлісі мен қайнысының үлкен ұлмен ақылдасып көріп еді. Олар қызының қолына барғанды мақұлдады. Сол шешіммен қалаға келгеніне 7 жылдай болды. Қалада ауылдағыдай емес, у-шу, абыр-дабыр, зуылдаған машина, сапырылысқан халық. Бұлар тұрып жатқан үйде қазақ қариялары жоқтың қасы. Өзінен 5-6 жас үлкен татар кемпірмен сөйлескен болады. Бірақ бір сөзіне түсінсе, екіншісіне түсінбейді. Сонсоң еркін шешіліп сөйлесе алмайды. Үйдің жанында дүкен бар, соған барып сүт, нан әкеледі. Қаланың адамдар қызық. Бұл амандасса одырая қарап өте шығады. Сәлемін ала қалса, нелер кетеді екен? Сонсоң оларға өкпелегенде состиып, жабырқап қалады. Үйдің майда шүйде тірлігімен уақыт өткізеді, сүт пісіреді, одан айран ұйытады, кейде дүкеннің ірімшігінен құрт жасайды. Ауылдағы кәсібін қылғысы келеді, бірақ дәл баяғыдай майлы құрт түспейді. Сүттері көкпеңбек сылдыр су, үнемі қою сүт алайын десе қымбат. Әсеммен отырып теледидардан қуыршақтар киносы көреді. Түскі асты ішісімен қыз бен күйеу бала жұмыстарына кетеді. Бұл олардың ыдыс-аяғын жуып, кешкі тамақтарын қамын жасайды. Бұған бәрінен де мына жылы су ұнады. Рахат. Майлы ыдысының өзі жылтырап шыға келеді. Ауылдағыдай су ысытып, бір жуғанды екінші қайыра жуып әуреленбейсің. Қанша қыссаң да бітпейді. Кешкі астарын ішкен соң қатар түзеп отырып қалып теледидардан кино көреді, концерт тыңдайды. Осылайша күн өтеді, түн болады. Күндізгі жыбыр-жыбыр тірлікпен аса еске ала қоймағанмен төсекке жатысымен ауылы көз алдынан көлденеңдеп кетпей тұрып алады. Сақыштың ауылға деген сағынышын дүниеге келген немерелері басты. Немере дегеннен шығады-ау, бір білгіш қызыңның баласы саған жиен болады. Немере ұлдың баласы деп бұның сауатын ашқан. Кім болса да аман болсын дегенде қойған. Немеренің кім, жиеннің кім екенін 5 саусағындай білсе де, дәлдеп жатқанды жөн көрмей. Жиен десе өзінен алыстатып кететіндей, ал немере одан жақынырақ болатындай көрінеді. Немеренің балаңнан да жақын, ыстық болатын неліктен екен? Үйде әжесі бола тұра көп үйренсін, өз сияқты балалармен тіл тапсын деп әке-шешелері осы ортаншыларын балабақшасына берген. Кішкенесінен әже бауырында өскен Нұрәліге балабақша деген түрмемен бірдей болды. Немересінің баратын балабақшасы үйлерінің дәл жанында. Нұрәлілердің жататын бөлмесінің терезесі бұлардың үйлеріне көріп тұрады. Түскі ұйқыға жатқызып қойғанмен Нұрекең ұйықтамайды. Екі көзі өз үйінде. Әжесінің балконға қанша рет шығып, терезеден неше рет төмен қарағанына дейін санап жатады. Далаға ойнауға алып шықса, балаларға қосылмай, темір шарбақтың ар жағында қалған ұрыдай шоқиып үй жаққа қарап жүресінен отырады да қояды. Оны әжесі де көріп жүреді, жүрегі ұстайды. Кешкісін үйдегі дөкейлерге айтады. Олар көнбейді, кіс-киік болып кетеді. Ертең мектепке барғанда жабайы құсап ешкімге қосыла алмай жүретін болады. Әлен-пәлен деп әңгімені көбейтіп, аяғында бұның өзін тәрбиелеуі көшеді. Сонсоң ол мәселені сөз қылмайтын болған. Сөйткен немересі балабақшадан еркіндікке шығып мектепке барды. Әке-шешесінің жұмысқа кетерлерінде әжесіне: есікті кім көрінгенге ашпаңыз, тесіктен сығалап көріп кім екенін сұрап барып ашыңыз, танымасаңыз ашпаңыз деп ықтияттап жататынын естіген немересі
алғаш мектепке барғанда: «Әже, мен мектептен келгенде есік қағам, сен бірден есікті аша салма, бұл кім?» деп сұра. «Мен шоқанши деймін, сонда ғана аш» деді. «Шоқанши деген немене?» деген әжесіне. «Шоқанши пароль» деп түсіндіреді. Уәде бойынша немересінің парольмен есік ашып жүрген әжесі бірде оның мектептен келе жатқанын терезеден көріп сұрамай-ақ есік ашты. Сол-ақ екен, «Мен парольді айтқам жоқ қой» деп немересі жер тепкілеп жыламасы бар ма? Есікті қайыра жауып, қоңырау қайта соғылды. Әжесі: «Бүгім» деді. «Шоқанши» деді немересі. Есік ашылып жатып, әже мен немере құшақтаса мәз болып күлісіп жатыр.